Ассалаумағалейкум, құрметті MyFit фитнес орталығының ютубтағы көрермендері. Бүгін бізде алғашқы видео. Бұл видеоның кішкене бір ерекшелігі бар, толыққанды подкаст емес. Обзор ретінде де жалпы өзіміздің фитнес орталықтың тыныс тіршілігін таныстыру мақсатында ашып отқан жайымыз бар. Бүгін менің қасымда екі қонақ. Бұл екі кісі де қазір MyFitте өздерінің еңбегін сіңіріп, еңбек етіп келе жатқан азаматтар. Менің оң жағымда отырған Еркебұлан мырза, басқарушы серіктес. Екінші сол жағымдағы ханым бізде Сымбат ханым, атқарушы директор қызметін жасап келе жатыр. Менің есімім Қазбек, осы компанияның маркетолог бөліміне жауап берем. Бүгін біз осы қонақтарымызбен бірге жалпы қаламызда ашылып жатқан халал фитнес ұғымына байланысты түрлі сұрақтарға, көрермендерімізден түсіп жатқан сұрақтардың барлығына толықтай жауап беретін боламыз. Дайынбыз ба? Жақсы, бірінші мына сұрақ бар менде. Жалпы халал фитнес деген ұғым нені білдіреді? Неліктен фитнес халал? Осы форматты бір ашып өтсек, соған байланысты кім жауап береді? Халал фитнес дегеніміз енді біздің ең алғашқы мақсатымыз ерлер мен әйелдердің залын мүлдем бөлек қылу. Әйел адамдарға өзінің денсаулығына қарап ден шынықтыру үшін максимально комфортный кеңістік керек болды. Сонымен қатар, мысалға біздің қалада әйел залдары бар, бірақ жеке ер залдары жоқ. Әйел залдары бар, бірақ общий залдар болады. Ол жерде әйел адамдар да, ер адамдар да жаттықтырып жүреді. Ол біріншісі. Екіншісі, біздің клубта негізінде бассейн бар. Ол бассейнде де күндерге бөлінген. Тақ күндері ер адамдар келеді, жұп күндері әйел адамдар келеді. Біздің қалада бұндай объемдегі бассейн әйел адамдарға арналған бассейн жоқ. Бұл жағынан да біз осы бірінші болып келеміз. Осы жерде ең біріншісінде бұл жерде біздің енді бір ең бастапқы мақсаттарымыздың бірі исламның бір әдемілігін көрсеткіміз келеді. Ол ең біріншіден адамдар арасындағы ара қатынас, өзіміздің құда қаласа болатын резиденттерімізге орысша айтқанда забота, внимание дейді ғой. Халал форматта жасауға ниетіміз бар. Жақсы, түсінікті. Бұл ереке жалпы осы компанияның идеологиясын бір түсіндіріп өтіңіз да. Тағы бір менде қосымша сұрақ болып тұр. Бұл фитнес орталық сұраныс бойынша, қоғамның қажеттілігі бойынша ашылды ма? Жоқ әлде белгілі бір кісілердің инициативасымен ашылды ма? Енді бисмилля деп сөзімізді бастайық. Иншалла. Фитнес орталықтар көп қой қазіргі таңда. Фитнес денсаулыққа көңіл бөліп жатқан, қоғамда да бір өзекті бір мәселелердің бірі болды. Қазір енді байқасаңыздар, әрбір қалада, әрбір облыста жылына 2 рет, 3 рет марафонда болып жатады. Барлығын қарасаңыз, бұл денсаулық саласына өте көп мән беріліп жатыр. Осы бір бағытта енді әрбір түрлі топтар бар. Солардың ішінде мынау мұсылман топтар ғой. Намаз оқитын, шариғат төңірегінде өмір сүрсек деп соған талпынып жүрген адамдарға кішкене осы бір бағытта жағдай жасалмаған да. Оны өзіміздің ата-анамыздан, балаларымыздан, бауырларымыздан, іні қарындастарымыздан, аға әпкелерімізден барлығынан байқасақ болады. Себебі мұсылман адам ол қандай адам? Ол жаңағы намазын барып оқиды, құлшылық ғибадатта бір өмір қарасақ, қазір енді кафе ресторандардың бәрін көрсек, барлығында адам толы. Көбісі осы намазхан аудитория да, мұсылман аудитория. Енді олардың да бір потребности бар ғой. Олар тамақ жейді, олар жаңа алады, бірақ денесін шынықтыру деген мәселеде кішкене қалыс қалып баратқан секілді көрінді. Ол мәселені шешу үшін жағдай жасау керек екен деген бір тұжырымға келдік. Енді сол бағытта бұл жұмыс жасалып жатыр.
Жақсы. яғни сұраныс пен ұсыныс қатар келді десек бола ма? қатар келді. Жақсы. Осы MyFit жобасы халал стандарттарды немесе қағидаларды, заңдылықтарды қаншалықты ұстанады? Толықтай халал форматта бола ма? Мысалға, қазір енді біз маркетинг бөлімі күнделікті сұрақтар келеді бізге. Музыка бола ма деген сияқты мысалға сұрақтар болады. Осы бір аудиторияның деңгейіндегі сұрақтарға мысалға қаншалықты біз жауап бере аламыз? Енді бұл сұраққа мен жауап беріп өтейін. Бізде қазір мынау әуен дауыс шығатын колонкалардың барлығын бүкіл зал бойынша қойып шықтық. Оны көргенде адамдар келіп залды көрушілердің арасында да сұрақ болып жатыр, бұл егерде халал формат болса бұларды не үшін қойып жатырсыздар деген секілді. Бұл бағытта қазір бізде 3 бірдей шешім болып тұр. Сол шешімнің біреуіне тоқтауға енді резиденттеріміз болсын, мынау YouTube арнаның, Instagram парақшаның, болмаса өзіміздің мынау аға бауырларымыз, інілеріміз, қарындастарымыздың барлығы жауап берсе деген және де атсалысса деген бір ниеттеміз. Мұны сіздер сауалнама сауалнама ретінде берсек болады. Қазір де айтып өтсем болады. Ол біріншісі мүлдем ешқандай дауыстың болмауы. Залда тек қана темірмен адамдардың бірімен сөйлескені, жаңағы енді табиғи жағдай ғой. Адам ауру нәрсе көтерген кезде өзге дыбыстар шығады ғой енді адамнан. Соны тыңдау, есту адамға жаңағы қолайлы ма? Екінші мәселе ол белгілі бір жаңа табиғаттың дауысы, құстардың дауысы деген секілді бір дүниені қойған ыңғайлы ма? Немесе шариғат төңірегіндегі шариғат әдебінен, шариғат шеңберінен асып кетпейтіндей бір әуезді бір дүниелерді жай бір дауыспен қойып қою деген осы бір 3 шешім болып тұр. Осы 3 шешімнің біреуіне тоқталсақ, иншалла. Бұл аудиториямен бірігіп жасалатын сауалнама ғой. Иә, әрине. Енді бізде қазір мынау дамыған заманда, қазіргі 21 ғасырдың талабына сай customer development дейді ғой. Қаздеп. Сондай бір дүниені жасасақ деген ой. Барлығымыз бірігіп, енді бұл жерде сіздер ғана емес, біз өзімізде шанығамыз деген секілді ғой. Келісімді бір мәмілеге келсек осы мәселеде. Өте жақсы, түсінікті. Енді Сымбат ханым, сізге бір сұрақ. Осы кезге дейін енді қанша фитнес-центрлерді қарап жүрдіңіз, ол жақта жұмыс істедіңіз, әйел аудиториясынан қаншалықты қажеттілік болды жалпы әйелдерге байланысты, және ол кісілердің негізгі бір мәселелері қандай еді, және соны біз толыққанды жауап бере алатындай фитнес орталық жасай аламыз ба? Өзім негізі бұл уақытқа дейін. Өйткені бір нәрсе бар да, қоғамда әйелдерге байланысты тым шектеу көп секілді көрінеді. Әсіресе орамалды әйелдерге байланысты. Олар жаңағы фитнес орталықта дұрыс жүре алмау деген сияқты нәрселер. Бізде қаншалықты қарастырылды, қаншалықты ол кісілерге комфортты бола алады? Негізі бұл уақытқа дейін мен басқа клубтарда жұмыс істеп келдім. Біріншісі ол World Class болды, 6,5 жылдай шамамен. Ол негізі әйел адамдар мен еркек адамдарға арналған клуб болды. Аралас. Мысалы, ол жерде орамал таққан әйел адамдар өте аз болды. Сосын мен Invictus клубында жарты жылда жұмыс жасадым. Ол жерде әйел адамдарға арналған бөлек зал болды. Бірақ ол сухой клуб дейді ғой. Сухой клуб деген без бассейна, да? Спасы жоқ, без бассейна. Басқа жағында общий зал. То есть ол тек ер адамдарға емес, ол жерде әйел адамдарда, ер адамдарда жаттығу жасайтын еді. Біздің клубтың форматы әйел адамдарға жалпы максимально қолайлы бір орын болсын деп жасадық деп ойлаймын. Өйткені 3-ші қабатта тек әйелдерге арналған зона болады. Әйелдер лифт арқылы көтеріледі, ер адамдар баспалдақ арқылы көтеріледі. Және айтып кететін жайт, мысалы, негізі бұл жерде бассейн болады деген кезде мен өзім біріншіден өте қуандым. Өйткені мен өзім жаттықтырушы болғаннан кейін мен тренажерный залда, топтық бағдарламаларда, бассейн, мен барлық нәрсені өте жақсы көремін.
мен өзімнің резиденттеріме де әрқашан кеңес беремін. Тек бір бағытта емес, барлық бағытта жаттықтырып өзіміздің денемізді жақсарту керекпіз. Сол барлық бағытта жақсарту үшін бізде тренажерный зал, сосын топтық бағдарламалар және де бассейн бар. Менің ойымша біздің клубта әр әйел орамал тақсын, орамал тақпасын, оларға өте ыңғайлы болады. Ол біріншіден, өйткені ол жерде ер адамдар мүлдем болмайды. Екіншіден, ол жерде все условия дейді ғой, орысша айтқанда, все условия. Сен бұл жерге келген кезде тек спортпен шұғылданбайсың, сен бұл жерде демаласың. Сен бұл жерде коммуникация, то есть социум, ол жерде барлығымыздың енді осы өмірдегі көзқарасымыз бірдей болады деп ойлаймын. Өйткені барлығымызға осы жерде резиденттерімізге, қызметкерлеріміздің барлығымыз осы жерге ыңғайлы, өйткені енді практикующий мұсылмане көбіне болады. Тағы не айтсам болады, және де мысалы бірінші этажда бізде няня на час деген болады. То есть ол бала шағасымен келеді, өйткені бұл уақытқа дейін басқа өзімнің клиенткаларым болатын, көбіне тренировкаларды олар қалдыратын. Аптасына максимум 2 рет келе алатын. Баласын қалдыратын адам болмайды, тағы басқа проблемалар всегда шығып тұратын. Бұл жерде барлық жағдай жасалынған. Просто әйел адам келсін. Егер баланы қалдыратын адам болмаса, астында қалдырасын, kids зонада, ары қарай төбеге көтерілесің, тренировкаңды жасайсың. Құдай қаласа квалифицированный жаттықтырушылар болады. Әрине әйел адамдар. Ол тренировкадан кейін спа зона, массаж өздерінің қалауынша барлық жағдай жасалынған деп ойлаймын. Өте керемет. Жалпы осы фитнес-центрді ашқан кезде халал ортаның заңдылықтары ескерілген сияқты, олардың бір сұранысы, мәселелері қандай болады деген. Жаңағы мысалға бала күтушінің өзін қызметтерін енгізу тіпті өте үлкен жағдай деп ойлаймын енді. Бұл формат, Ереке, Қазақстанда алғашқы формат деп айта аламыз ба? Енді мен өзімде басқа клубтарда жаттығу жасап жүрдім осы уақытқа дейін. Барлық жердің енді плюстарын, минустарын білеміз да. Одан кейін біздің мемлекетте қазір бұл салада өте жақсы талпыныс бар алдыға деген. Жаңағы даму шеңбері өте кеңейді. Бірақ барлығы жаңағы Сымбат ханым айтып кеткендей, смешанный вариантта да, әйел кісілер, ер кісілер. Бұл халал форматта біз деп ойлаймын, енді бұндай масштабпен жұмыс жасап жатқан. Өйткені жаңағыдай барлығында сухой формат бар. Бассейнсіз, немесе тек қана тренажер зал, немесе тек қана бір боевой жаңағы немен бокс бар, ММА бар деген секілді бөлек форматта, бірақ толыққанды бірнеше топтағы адамдардың келіп өз қалауларын орындай алатындай, өз денсаулығына толыққанды көңіл бөлетіндей формат әзірге жалғыз шығар. Бұл форматта барлығының жұмыс жасағанын қалаймыз бізде қалаймыз. Бізге жол көрсететін, бағдар көрсететін, не нәрсені дұрыс жасап жатырмыз, не нәрсені бұрыс жасап жатырмыз, не нәрседе алға қарай жылжуға жаңағыдай болатынын көрсететін, бізбен қатар иықтырыстырып дейді ғой, жұмыс жасайтын фитнес-клубтар шықса дейміз бізде. Бірақ енді иншалла осы салада алғашқы болу нәсіп болған шығар. Болмаса сіздерде енді көрермендер бар, басқалар бар. Басқа қалаларда бұл формат жұмыс жасаған болатын болса, жазып кетіңіздер, бөлісейік, опытпен бөлісейік. Міндетті түрде. Сол маған қызық болған нәрсе, сен енді көбірек концепцияны жауап бересіз ғой, Ереке. Осы концепцияны жасау мақсатында белгілі бір үлгілер алдыңыздар ма деген сияқты ой болды да. Әлде барлық стратегиялық жұмыстарды өздеріңіз қалыптастырып жатсыздар ма?
мысалға стандарттар болады енді фитнесте, тем более енді халал формат болғаннан кейін стандарттарды қайдан алдыңыздар, әлде өздеріңіз енгіздіңіздер ма деген сияқты. Түсінікті. Бұл жерде бір қызық жағдай бар. Енді бүкіл Қазақстан бойынша басқа кәсіптердің барлығы Шымкент қаласына келіп, осы жерде кішкене қиналып қалып жатады да. Мысалға әлемдік брендтер болсын, басқалар болсын, Шымкент қаласына келіп ашылған кезде көбісі бір түсініксіз бір қиындықтарға ұшырап жатады. Сол себепті бұл аудиторияның жаңағы қалауларын, бұл аудиторияның бір талаптарын орындау кішкене қиынырақ, әрине. Бірақ өз білімімізді, өз ынтамызды, өз күш қайратымызды осы мәселеге салып жатырмыз. Әдеппен, шариғатпен ұштаса отырып бір жақсы продукты жасап жатырық деп ойлаймын. Яғни сіздер басынан бұл форматты жасап жатсыздар. Көбірек үлгі алмай, осы ортақ стандарттарды енгізіп. Өйткені бұл Орта Азияда көп дүние біздің енді салт дәстүрімізге, қанымызға сіңіп кеткен ғой. Шариғаттың бір айтылмай, жазылмай қалған заңдарының барлығы өмірімізде бар да. Сол себепті бізге кішкене жеңілдірек болып жатыр. Оны қабылдауда, оны жүзеге асыруда. Бірақ жаңағыдай музыка болмаса тағы да бір решениялар бар. Оларды біз мынау таяу шығыстағы болмаса Турция мемлекеті бар, одан кейін араб мемлекеттері бар. Олардан да біраз дүниелерді алып жатырық. Ол мысалға контентке байланысты да, өйткені қазіргі заманның талабына сай біз барлық мынау ақпараттық кеңістікте жұмыс жасағымыз келеді. Сол ақпараттық кеңістіктегі бүкіл жасалынатын жаңа контентіміздің барлығы осы бір халал стандартқа сай. Өзіңіз де куә болдыңыз ғой, шорты деген мәселені қалай ұзартқанымызға. Тура сондай дүние болып жатыр. Мысалға бассейнге байланысты шешімді бір күннен деген ол Турциядан қарадық десек болады. Турцияда тура осы шешіммен көп бассейндер жұмыс жасайды. Бір күн ерлер, бір күн әйелдер деген секілді. Немесе сағаттармен бөліп тастаған да варианттар бар. Тура сол енді бұл өмірде ешкім ештеңе ойлап таппайды ғой. Жай ғана осы локальностьке адаптация жасау барысында ғана жұмыс жасап жатыр. Қорытындылап айтқанда, жақсы болған жаңа фитнес орталықтың үлгілерін алып, енгізіп, одан әрі жетілдіріп, дамыту үстіндеміз. Жақсы. Екеуіңіз де енді көбірек қазір жақын білеміз, практикалық мұсылман ретінде, алғашқы сіздердің достарыңыздың, немесе жалпы мұсылман қауым, сіз енді көбірек мешіттерде боласыз. Мекендердің реакциясы қалай болды жалпы? Сіз өзіңіздің таныстар арасында мысалға жаттықтырушы ретінде айтасыз ғой, енді мысалға қандай реакция болды көбірек осы мұсылман қауымнан? Өйткені біз қазір енді күніге 10 шақты адам келіп экскурсия көріп жатыр, таң қалып жатыр да, осындай болып жатыр ма, мынандай болып жатыр ма, мынандай құрал жабдықтармен қамтамасыз етіп жатсыңдар ма деген сияқты. 10 шақты адам таңертең келеді, сағат 10-ға дейін. Сосын кешке дейін бір қазір 80-90 адам келіп жатыр ғой негізі. Өте көп келушілер. Сол бір қызығушылық басым секілді да. Маған сол қызықта қандай реакция болды көбірек? Вот сіздердің біздің бір жұлдыз сәтіміз келді деген сияқты бір ұғым қалыптасып жатқан сияқты да. Айта кететін жайт, енді имам ағаларымыз бар, бауырларымыз бар. Ол кісілердің ойларын мен енді қателеспесем 2-3 жыл алдын білген болатын. Бұл іс бойынша не ойлайтындарын. Себебі бірге жаттығуда нәсіп болды ағаларымызбен, жаңағы мешітте сапта бірінші қатарда тұратын кісілермен мешітте сапта тұрамыз, артынан жаңағы залға барамыз деген секілді. Сол кезде де ол кісілердің ойын сұраған кезде ол кісілер айтады, өте қиын. Әйел кісілер мен ер кісілер бірге жүрген кезде, мысалға барлық әйелмен келгісі келеді, бірақ әйелін еркектердің ортасына апарып қоя алмайды. Болмайды да, жаттықтыра алмайды. Ол мүлдем былай адамның өзінің көзқарасына келген кезде дұрыс емес екенін түсінеді. Өйткені әйелді ол қорғау керек та. Неден қорғау керек? Бірінші очередь айналасындағы адамдардың көзінен, сұқтануынан, басқадан деген секілді. Имам ағаларымыздан сұраған кезде ол кісілер енді қазір альхамдулилля қуанып жатыр. Барлығы денсаулықтарын мынау
біздегі ең үлкен саябақ дендропарктың өзіне барған кезде де қиналып қалып жатамыз дейді да, өйткені әйел кісілер жүгіріп жүреді, басқа қалады, анау болады, мынау болады. Енді үлкен парктың ішінде жүргенмен оңашада қалып кету қаупі де ауыр да енді. Сол себепті ол кісілер де қуанып жатыр, барлығы келеміз, иншалла жазыламыз, өте керемет деп. Біз бұл форматты, бұл енді фитнес-клубты жасау, бұны жүзеге асыру өте ауыр, өте қиын негізінде түсінген адамға. Себебі жаңағы Сымбат ханым айтып кеткендей, ортақ залдарда ол жерде бір ғана оборудование алдырады, ер кісі де пайдалана береді, әйел кісі де пайдалана береді. А бізде ер кісі мен әйел кісі мүлдем бірін залына кірмейтін болғандықтан, ол жерде жабдықтардың барлығы әрқайсысынан бөлек-бөлек. Ол деген сөз 2 есе шығын, 2 есе жұмыс. Мысалға, әдеттегі залдардың барлығында әйел кісі тренер ер кісіге де үйрете береді, тренерлер әйел кісіге де үйрете береді. Ал бізде ерлер мен әйелдер бөлек-бөлек болу керек деген шарт бар. Одан бөлек енді мынау конкуренция заманда мықты тренерлар табу өте қиын. Қазір Сымбат ханым Аллаға шүкір жұмыс жасап жатыр осы бағытта. Одан кейін мысалға бассейн саласында да, бассейнде тренерлер бар ғой, жүзуді үйрететін. Әйел кісілерді табу біріншіден қиын, екіншіден біздің стандарттарға сай бассейн тренерін табу ол енді өз алдына бір үлкен бір жұмыс болып жатыр. Ереке, түсіндім. Жалпы осы командаға байланысты да, Сымбат ханым, команда бізде қалай іріктеліп жатыр, иә? Біз айтып жатырмыз ғой, біз өзіміздің белгілі бір талаптарымыз бар, енді халал фитнес болғаннан кейін. Қазіргі уақытта команда қаншалықты жиналды, қалай іріктеп жатсыздар, кәсібилігіне көбірек басымдық бересіздер ма, әлде халал фитнес центрдің талаптарына байланысты басымдық бересіздер ма? Жалпы іріктеу форматы қалай болып жатыр? Енді сұхбат өткізген кезде біріншіден нақты бір сұрақтар болады, сол стандартқа байланысты. Ол тренердің опыты қарастырылады. Және де тағы бір ең басты талаптың біреуі ол адам исламда болу керек. Және де бұл маңызды шарт па? Яғни негізі бізде өзге дін өкілі жұмыс істей алмай ма? Негізінде былай да, шариғат бойынша әйел адам әуретті жерлерін, шашын, әуретті жерлерін барлығын өзге дінді ұстанатын әйел адамға да көрсетпеген дұрысты. Сондықтан енді исламдағы әйел тренерлерді алуға жұмыс жасап жатырмыз. Приоритетке қоямыз. Әрине. Сондықтан бассейн жайлы айта кетсек, ол жерде мысалы бағанағы сұраққа жауап бере салайын. Ерекеге сұрақ қойдыңыз ғой. Қаншалықты мұсылман қауым қуанды депті. Негізі мен өзім көп уақыт әйел адамдармен жұмыс жасайтын. Бізде осындай форматтағы бассейні бар, тренажерлары бар клубтардың барлығында бассейнде общий әйел адамдарда, ер адамдарда жүзіп жүре береді. Мен өзім орамал таққаныма бір 3 жылдай болды. Мынандай плавательный буркини деген болады. Мен өзім жүзген кезде, әшейін өзім жүзген емес, кәдімгідей скоростьқа жүзгенін айтты. Бірақ ол буркинимен жүзген кезде сені буркини прямо судың астына тартады. Өте ыңғайсыз негізі. Сонымен қатар менің де клиенткалардың барлығы көбіне орамал тағатындар, олар бассейнге мүлдем бармайды. Өйткені буркинидің өзі судан шыққанда ол жабысады денеге. По-любому ол дененің силуэті көрінеді. Бұл жердегі ең бір плюс қуанғандары, бұл жерде полностью жабық буркини емес, енді жабықтау купальник кию керек, бірақ жеңіл купальник киіп жүзе беруге болады. Бұндай форматтағы бассейн біздің Шымкентте точно жоқ. Оны мен точно білем, әйел адамдарға арналған. Қазақстан бойынша точно жоқ. Тек әйелдер жүзетін бассейн. Соны мен ойлаймын бір үлкен бір преимущество деп ойлаймын. Сосын екінші сұраққа. Команда қалай іріктеуге? Команда. Сол ең бастапқысы. Енді ол мұсылман болуы тиіс. Жалпы жаттықтырушылардың, мысалы, енді біз қазір сегментацияға бөлек тоқталамыз.
бірақ премиум сегмент болғаннан кейін фитнестегі тәжірибелері, олардың белгілі бір жетістіктері Әрине, қаншалықты маңызды? Әрине, ол сол өзінің дінге деген көзқарасымен оның опыт работы дейді ғой, сол екеуі кәсіби, иә, ол екеуі бірге жүреді негізінде. Мен өзім осы фитнес саласында ұзақ уақыт болғаннан кейін өзім осы уақытқа шейін осы салада жүрген таныстарым жеткілікті, олардың қалай жұмыс жасағанын көріп жүрдім, олармен де жұмыс жасадым. Мысалы клиенттермен қарым қатынастары қалай болғаны да өте маңызды негізі, және де басқа жұмыстан кеткен кезде қалай кеткені де маңызды. Соның барлығын біз қарастырып, содан кейін біз жұмысқа алып жатырмыз. Өйткені біз өзімізді премиум сегмент дегеннен кейін, премиум сегмент деген это тек техноджим емес қой, это сервис в первую очередь, да? Біріншіден ол сервис, ол адамға деген қарым қатынас, менің ойым. Егер ол біздің қызметкерлер сол элементарно адамға деген қарым қатынасты білмесе, уже бұл премиум емес деп ойлаймын. Біз соғанда өте көп назар аударамыз. Қызметкерлерді алған кезде де общий стандарты фитнес-клуба деген болады. Ол әр клубта өзінің стандарттары бар. Қалай тренировка өткізу керек, қалай клиенттерді қарсы алу керек, қалай оларды жаттықтыру керек екен, сондай стандарттары бар. Біздің стандарт әрине басқа клубтардан өзгеше болады, лучше болады деп ойлаймын. Қазір сіз сол бағдарламаларды құрып жатсыз? Иә. Тамаша. Ереке, тағы бір сұрақ. Біз неге премиум сегментті таңдадық? Неге барлық мұсылман қауымға қолжетімді қылмадық? Осы баға категориясы бойынша толықтырып айтып өтсеңіз. Бізде негізі баға бойынша премиум деп тұрған жоқ біз негізі. Баға өте қолайлы, өте ыңғайлы. Егер де жаңағы айға күнге шақсақ та, ол біздің беріп жатқан қызметтерімізбен өте арзан негізінде оны қабылдау керек, оны түсіну керек. Құндылықпен жаңағы бағаны шатастырып алмау керек та. Біздің беріп жатқан құндылықпен, біздің беріп жатқан бір стандарттармен бұл өте арзан негізі. Ал не үшін біз премиум деген сегментке жұмыс жасаймыз деген мәселеде, то есть біздің беріп жатқан жаңағы қызметтеріміз неге премиум сегментке арналған деген мәселеде, мұсылман адам ол қарапайым болу керек. Қарапайымдылықты тудыратын дүние ол адамдардың әдепті болуы. Ал ортаға қарайтын болсақ, әдепті орта әрдайым премиум бір дүниелерге ұмтылады. Мысалға, жаңа Сымбат ханым айтып өтті ғой, бізде премиум деген ол тек қана техножим емес деп. Ол соны үйрететін. Техножим деп жатырмыз? Иә, техножим деген итальяндық бренд, енді әлемдік бренд. Бұл мынау фитнес құрылғылардың атасы десек болады. Өте керемет дамып келе жатқан компания. Сол компанияның өнімдері бізде қазір толық бүкіл зал. Арнайы Италиядан алдырдық па олардың барлығын? Иә, алдын ала тапсырыс берілді, ол күтіледі, ол келді, ол орнатылды, ол бүкіл процесте өзіміз жүрдік, Аллаға шүкір, Аллах нәсіп етіп, соның барлығында. Енді бір параллель келтіріп өтейін де, мысалға қымбат бір көлікті алайық, бір 200-300 миллиондық бір көліктің шофері дейік, шофері сәл әдепсіз біреу болса, оның астындағы көлігінен ешкімге бір ешқандай не жоқ қой, дұрыс па? Болмаса тура сол көлікті айдап жүрген бір әдепті бір мұсылман бір шейхті көретін болсақ, адамның ойы әртүрлі болады да, уже оған сүйсініп қарайды, оған бір машалла деген секілді бір жақсы бір дұғада болады. Тура сол секілді бізде біздің келушілеріміз сондай бір кісілер болғанын қалаймыз. Қарапайымдылығымен, өзінің бір денсаулығына, өзінің отбасына, өзінің жауапты адамдарына Аллахтың алдында жауап беретін адамдар болғанын қалаймыз. Сол себепті сол форматта жұмыс жасағымыз келді. Деңгейді барынша жоғарылатып,
дұрыс аудиториямен жұмыс істегеніміз тұрды. Біздің енді қара көздеріміздің барлығы осы форматқа көшті деген мақсатпен негізі қазір жұмыс жасалып жатыр. Бұл дүние болашақта үлкейтілетін болады, көбейтілетін болады, басқа қалаларға да ашылатын болады, иншалла, Аллахтың қалауымен. Сол себепті премиум деген сегмент бізге арабтан қай жеріміз кем, ағылшыннан қай жеріміз кем. Мысалға Range Rover, Land Rover көліктерін бүкіл әлем біледі ғой, қандай аристократтар мінетін. Біздің олардан ешқандай ештеңеміз кем емес. Оны бірінші кезекте біз денсаулықпен бастасақ, денсаулыққа көңіл бөлуден бастасақ, сол себепті премиум сегментті таңдадық, сол сегментке жұмыс жасаймыз, және сол сегменттің Қазақстан көлемінде кеңеюіне атсалыссақ деген ойдамыз. Жақсы. Бағана енді біз Техножим компаниясының өнімдері туралы айтып өттік. Басқа да біздің қызметтер тізімі, құрал жабдықтары, осы төңіректе айтып өтетін болсақ, қалай оларды іріктеу қалай болды, неліктен Техножим таңдалды деген сияқты сұрақтарға. Техножим енді ең топовый тренажердің бірі емес, ең топовый тренажер деп айтсақ болады. Бұл жерде сол тренажерларды таңдасқан кезде мен өзім сол жерде болдым. Әйел адамдарға, ер адамдарға максимально керек, максимально еш жерде жоқ тренажерларды алып келуге тырыстық. Көбіне, мысалы, мен әйел адамдарға арналған тренажерный залдарда жұмыс істеген кезде әйел адамдардың тренажерный залдарында жабдықтар өте аз. Мысалы, олармен жұмыс жасауға болады, бірақ бізде өкінішке орай әйел адам тек азу керек дейді. Мындай кішкене бір дорожка қойып қояды, бір-екі базовый тренажерлар қойып қояды, болды, сол жеткілікті дейді. Бірақ мен ол жерге отырған кезде жоқ, әйел адамдардың денесі мүлдем басқаша, олар босанғаннан кейін оларға басқаша, әрқайсына индивидуальный күтім керек деймін. Әрқайсының денесі басқаша. Олар өзінің қалпына келтіру үшін көптеген тренажерларда жұмыс жасау керек деп, біздің зонада, именно тренажерный залда өте көп жабдықтар әкелінді. Басқа залдармен, әйелдерге арналған басқа залдармен салыстырғанда. Өткені біздің Шымкентте енді барлық залдарда былай жұмыс істедім, кейбіреулерінде өзім жаттығып жүрдім. Сосын Техножим туралы айтып кетсек, мысалы Life Fitness, Panata деген тренажерларда да жұмыс жасадым. Ең қолайлысы ол Техножим болып өзіме. Қандай артықшылығы бар? Олардың, мысалы, Техножимда жұмыс жасаған адам бұрында мүмкін оның тәжірибесі болған фитнесте, мүмкін тәжірибесі болмаған, әрбір адамға қолайлы етіп жасалған, ыңғайлы етіп жасалған. Ол жерде, мысалы, әрбір адамның дене пішініне ыңғайлы. Иә, дене пішіне. Ол, мысалы, кез келген Техножимның тренажерінің жабдығын көрген кезде, кез келген адам түсінеді не үшін екен. Ол жерде суреті, инструкциясы бар. Көбінесе, мысалы, басқа компанияның тренажерларында көбі сондай, орысша айтқанда замудренный, да. Кейбір шым дегенді біліп ал деген. Ол жерде кейбірлерінде мынандай суреті, инструкциясы жоқ. Даже мен өзім клиенткаларымда, например, уже кеткен кезде көбісі қалды. Уже ол жерде Техножим болса, сол суретіне қарап тренировка жасай алады. Сол. Бұл жерде Техножим жабдықтарында минимально травмоопасно, минимально. То есть максимально ыңғайлы, безопасно. Өйткені фитнес дегеніміз ол біріншіден безопасность. Көбісі ойлайды, мысалы көбісі ойлайды, особенно әйел адамдарға ең біріншісі безопасность. Біз өзіміздің қызметкерлерімізге де, тренерлерімізге де үйрететін нәрсеміз ол не навреди. Ер адам болсын, әйел адам келсін, не навреди. Наша задача, біздің ең бастапқы мақсатымыз көмектесу. Азу болсын, қандай мақсатқа келеді, сол мақсатына сол мақсатқа максимально жету керек бізді. Енді мен қоса кетейін бір дүниені. Бізге енді залға келген адамның бірінші қалай дейді, действиесі, бірінші іс-әрекеті ол чекаптан өту, да? Чекап.
ол чекап енді қазір біреуге шын біреуге өтірік болатын шығар, жалғыз зат та ол. Бізде ғана бар зат чекап. Техножим компаниясының чекапы. Ол Техножим компаниясының өзі бізге оны сатып жатқан кезде өте қатты қуанды. Себебі Шымкентте ондай зат жоқ. Ол зат жоқ. Ол затпен бірге бізге қазір Техножим компаниясы өздерінің авторлық приложение бағдарламасын берді. Біз қазір соны пайдаланудамыз. Бүкіл біздің резиденттердің барлығы сол бағдарлама арқылы өтеді. Чекаптан өткеннен кейін чекаптан не көрсетеді? Ол адамның денесі, дене бітімі, оның биологиялық денесінің биологиялық жасы. Ол мысалы менің жасым 28-де болса, жаңағы мен тесттен өттім. Физический нагрузка бойынша 29 деді. Бір определенный жаңағы адамның еңкеюі, мойын бұруы деген секілді бір денесіндегі бір іс-әрекеттер бойынша менің жасымды 33 деп шығарып берді. Соңында мидың да жаттығуларын тапсырдым да. То есть адамның жаңағы фокусын, сондай дүниелердің барлығын толыққанды сіз тапсырып шығасыз чекапты. Чекапты тапсырып шыққаннан кейін барып сізге өзіңізге индивидуальный жаңағы жаттығу программасын ұсынады. Ары қарай ол сол бағдарлама бойынша жұмыс жүргеннен кейін белгілі бір нәтижелерді көре бастады. Одан бөлек бізде енді жаңағы абонемент алған кісілердің барлығы, резиденттердің барлығы, клубымызға қосылған резиденттің барлығына бізден алғашқы жаттығулары тегін болады. Алғаш жаттығулары. Яғни ол жаңағы бағдарламамен қоса кәсіби тренерлер оларды жаттығу процесіне үйретеді, көрсетеді. Ол біздің барлық телефондағы бағдарламада тұрады ғой, біздің барлық бағдарламасы. Жаңағы топтық бағдарламалардың барлығы сол жерде тұрады деген секілді. Біздің қазіргі жасап жатқан жұмыстарымыз осы. Бұл чекап тегін бола ма? Резиденттерге, резиденттерге. Күлдіңіз ғой? Жоқ, ол клубная картаға бір рет кіреді да, әрқашан емес. Өткені ол чекапты күнде істеу абзал емес. То есть по сезону 3. Мысалы дене пішімі, салмағы негізі бір 3-4 айда тексеріп тұрған негізі дұрыс. Оны күнде тексерудің қажеті жоқ. Бір рет мысалға алғашқы жаңағы резиденттеріміз абонемент алған кезде ол тегін болады да. Жақсы. Біздің қазіргі аудиториямызға беріліп жатқан ұсыныс қандай? Корпоративті клиенттеріміз бар. Енді көбірек отбасылық форматқа да көбірек келіп жатырмыз жалпы. Бізде дәл қазіргі уақытта қандай бір белгілі бір тарифтеріміз бар? Осы төңіректе айтып өтсек. Тарифтердің барлығы енді бүге шүгесіне дейін барлығы жазылып, сызылып, көрсетіліп қойды. Бірақ біз қазір мынау алдын ала сатылым болып жатыр да. Клубымыздың әлі ашылмаған себепті алдын ала сатылым уақытысында өте төмен бағалармен беріп жатырмыз. Бірақ жылдық және жарты жылдық абонементтерді ғана сатудамыз қазір. Клубымыз ашылып, барлығы бір жөнге енгеннен кейін басқа да тарифтік абонементтерді сатуға шығарамыз. Бізде қазір көбісі айлық тариф сұрап жатыр. Күндік сұрап жатыр, айлық сұрап жатыр. Бір рет келіп көрсек бола ма дегендер бар, басқалар бар. Біз неге қазір жылдық және жарты жылдық абонементтерді ғана сатылымға шығардық? Себебі бізбен бірге ұзағырақ болатын адамдардың бірінші легін көргіміз келеді. Олардың санын, яғни бұл халал аудиторияны, халал фитнесті қалайтын аудиторияны, ерлер мен әйелдердің бөлек болғанын қалайтын және оған екі қол, екі аяғымен дауыс беретін аудиторияны бірінші анықтап алуымыз керек болып тұр. Себебі бұл кәсіпті біз ашылған, ертең техникалық ашылудан кейін толық жұмысты жүргізіп, жүйеге қойғаннан кейін біз бірден екінші құрылысты бастап кетеміз, иншалла. Сол бағытта бізге қазір орысшада айтқанда ощупать рынок дейді ғой. Соны біліп алуымыз керек болып тұр. Не болып жатыр? Нарықта не болып жатқаны. Жақсы.
бүгін енді көп сұрақтарға жауап бердік деп ойлаймыз. Аудиториямызда да егер белгілі бір сұрақтар қалып кететін болса, пікір алаңына өздерінің сұрақтарын қойса, біз міндетті түрде келесі бір контенттерімізде жауап беретін боламыз. Енді жаңа Ерік айтып өттіңіз ғой, біз екінші бір филиалымызды немесе ғимаратымызды ашуға байланысты. Жалпы осы бүгінгі сұхбатымызды болашақ жоспарымызбен, болашақтағы миссиямызбен аяқтасақ, қандай бір алдымызда жоспарларымыз бар дәл қазіргі уақытта? Алдымызда жоспар үлкен. Осы дүниені бағанағы мысалға бір сұрақ бар да, Ереке. Барлық мұсылман қауымына бұны тең етіп қолжетімді қыла аламыз ғой? Біз әлде тек қана премиум класстағы сегментациямен жұмыс істеп кетеміз бе? Енді қолжетімді деген дүниені енді кәсіпкер ретінде айтайын. Мысалға бір мына шынаяқ кофе, бұның бір құндылығы бар да, өзінің бағасы бар, жаңағы фудкост дейді ғой, тағамдық. Одан кейін кәсіпкерге тигізетін пайдасы бар, және де сатып алушыға тигізетін пайдасы бар да. Әркім өз пайдасында болған кезде бұл сауда шариғат заңдылығына сай болып саналады. Сол себепті біз кәсіпкер ретінде біздің беріп жатқан қазіргі продуктымыз бұл бізге келетін резиденттерге де пайдалы, өзімізге де пайдалы, қоғамға да пайдалы, және шариғат төңірегінде де барлығына пайдалы бір дүние болғанын қалаймыз. Сол себепті бұл құндылықты төмен түсіретін адамдарды енді шақырам. Біздің жасап жатқан еңбегімізді, біздің жасап жатқан жұмысымызды күн түн демей ағаларымыздың бұл дүниеде сарп етіп жатқан дүниелерін барлығының ақысын беруге шақырамыз, бірінші орында. Екінші бір мәселе, бұл өте қолжетімді баға, негізінде өте қолжетімді баға, және де бұл форматты біз толыққанды бүге-шүгесіне дейін зерттегеннен кейін ғана барып біз бағаларды қойдық. Және де қазір алдын ала сатылым уақытында мысалға 30-35% жеңілдіктер болып жатыр да. Енді жалпы нарыққа қарасақ, бұндай бағаны ешкім беріп жатқан жоқ. Бұндай уровеньге бұндай баға ешкім беріп жатқан жоқ. Қазақстан бойынша. Демек, дәл қазіргі уақытта алғашқылардың бірі болып үлгеретін болса, баға жағынан да тиімді. Барлық жағынан тиімді. Мен өзім, жеке өзім бірнеше резидентке абонемент саттым. Жеке өзім. Ол менің туысқаным емес, ол менің бауырым емес, ол басқа емес. Жеке өзім келген адамдарға бүкіл клубты көрсетіп шығам. Жеке өзім ол адамдарға жаңағы қолайлы бір бағаны ұсынам. Одан кейін тура сол кісілерге мен ескертуде де айтып жатырмын. Біз клуб ашылғанға дейін осындай баға беріп жатырмыз. Ол баға апта сайын, күн сайын өсуде негізінде. Біз бір этап жұмысты аяқтағаннан кейін бағаны көтеріп жатырмыз. Бір этап жұмысты. Неге? Себебі бізбен бірге бізге сенім білдіргендер, олар алғашқылардан болады. Алғашқыларға әрдайым біз қолайлы бір жағдай жасауға тырысамыз. Жақсы, рахмет. Керемет сұхбат болды. Келесі бір подкасттарымызда қонақтарымыздан келіп жатқан сұрақтарға тағы да бір бөлек жауап беретін боламыз. Бізден едік компанияның атынан тағы бір екі нәрсені айта кетейін. Ашылу бар техникалық, одан кейін енді ресми ашылу да болады бұйырса. Сол уақыттың барлығында біздің парақшаларымызға жазылып, бүкіл жаңалықтарды біліп отырыңыздар. Себебі арасында бізден де сыйлықтар болады әртүрлі, бізден де өте қолайлы бір жағдайлар болады сіздерге арналған. Сол себепті бізбен бірге болыңыздар әрдайым. Бізбен бірге болыңыздар. Көп рахмет. Сізге де рахмет.